Қызылорда қаласының бастауыш блогері Дельфин сантехникалық дүкеннің жарнамасына түсемін деп сырқаттанып қалды. Ескере кететін жайт, аталған блогер жарнаманың бұл түрін Дельфин дүкенінің әкімшілігіне өзі ұсынған. Қазіргі таңда блогер жеке клиника еміне сауығып, үйіне оралғалы жатыр. Орда ресторан жанындағы Дельфин деген сантехникалық магазинге барып, сол жаққа рекламаға түскенмін ғой. Сценарийді бәрін өзім жаздым. Өзім начинающий блогермін ғой былайынша. Сценарийді бәрін өзім предлагать етіп, соған түстім өзім. Я ваннада жуынып, сонымен күн как раз кеште салқын болып кетті да. Сонымен сол жерден ұстап бірден больницаға түсіп жатыр. Енді ойладым, андай қылып түсіп жатсам, халықтар түсіріп, популярный болып кетем ба деп ойладым бірден. Банк етіп жарып жіберем ба деп ойладым, вот сөйтті. Енді реклама үшін 930 теңге сұрадым. Және де жанына 1 литровый спрайт, сосын 2 штук сері элді спичкасымен сондай сұрадым, соны алып берді балдар. Қатты суық тиген, суық шалған. Дельфин деген жаңағы рекламасын түсіру барысында далада суға түскен, сол суықтап қалған денесін. Бұған дейін де өзі бірнеше марта суық тигеннен басы да істемейді осының. Сантехбек Құбыров, Надежда Унитазова, ПТК арнасы.